Осы уақытқа дейін жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырып, шаңырағыңның берекесін кіргізіп отырған кім? Елдің өсегі сен. Естіп өз құлағыма сенбедім. Үйіп отқан шаңырағыңнан безетіндей қандай сайтан азғырды сені? Әлде көшеден тапқан ойнасыңнан текті ұл тудырам деп ойладың ба? Анасының қатты айтқан ауыр сөздеріне жауап қайтаратындай Олжаста мұрша жоқ еді. Ештеңені де білмеймін. Мәриямнан ажырасатын болсаң, мені ана мекендеме. Ақ сүтімді көкке сауып, өлгенше разы болмаймын саған. Осы кезде келіп қалған Мәриям енесінің соңғы сөздерін анық естіді. Келе құшағына құлап жылап жіберді. Айналайын, күнім, жылама, қайтейін. Тура жолдан адасты ғой. Апа, мен енді бұл адаммен тұрғым келмеймін. Мүмкін баласы болса, сол әйелмен бақытты болып кетер. Мен де өз жолымды табармын. Апа, Мәриям, мені кешіріңіздерші. Үндемей тұрған Олжас тілге келіп, анасы мен Мәриямнан кешірім сұрады. Бұлай менен безіп кетпеңіздерші. Енді мұндай қателікке жол бермеймін. Сөз берем. Мәриям, өтінем, кешірші. Қанша қатты айтса да құрсағын жарып шыққан перзенті ғой. Кәмила іштей келіннің баласын кешіргенін қалап тұрды. Ана тілегін жанарынан сезе білген Мәриям, жарайды, тек апам үшін ғана, деп үлкен ақылдылықпен күйеуінің өтінішін кері қайтармады. Кәмила кеткеннен кейін, сені бір шартыммен ғана кешіремін, деді Олжасқа. Жақсы, жаным, айта бер, қандай шарт болса да орындаймын. Ертең менімен бірге дәрігерге барасың. Қаламай тұрса да Олжас келіншегінің кешірімін алатын болған соң келісе салды. Екеуі қаладағы жекеменшік емханалардың біріне келіп, білікті дәрігерге қаралып, талдау жасатты. Талдау қорытындысы екеуі үшін де күтпеген жаңалық болды. Келіншегіңізде кінәрат жоқ, деді дәрігер. Сіздің ішкі ағзаларыңызға суық тиген. Мұқият ем қабылдасаңыз, 1-2 жылдың ішінде сәбилі болуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сонда қалай? Менің кесірімнен сәбилі бола алмай жүрміз бе? Иә, сізге міндетті түрде емделу керек. Көп ер адамдар бедеулікке әйелін ғана кінәлап, өздері дәрігерге қарауылды намыс санайды. Сондай жағдайлардың ішінде кінәрат ер азамат жағынан болып, ерлі-зайыптылар өмір бойына бала сүю бақытынан айырылады. Сіздер қайта дер кезінде келдіңіздер. Сіз уақыт өткізбей емделуіңіз керек. Мәриямның бойынан ауыр жүк түскендей болды. Осы уақытқа дейін талай дәрігердің есігін тоздырып, бармаған емші жоқ. Бәрінде ана боласың деген сөзді естіп қуанып кетсе де, күйеуінің дәрігерге қарауға көндіре алмаған. Қайта Олжас мұның өзін кінәлап, орынсыз қол көтеретін. Ауылына келген Олжас Жанарға телефон соқты. Кездесейік, Жанар, әңгіме бар. Дүкенге келсеңші? Жоқ, дүкенде емес, орталық саябаққа кел. Жанар алжапқышын шешіп, жұмысын қасындағы қызға тапсырып, саябаққа құстай ұшып келді. Ойландың ба? Кіммен қалатын болдың? Сен мені алдай алмайсың. Кімді ақымақ қылғың келеді? Олжастың ашуланғанынан көздері шатынап кетті. Жайма сенікі? Кімді алдап жүр екенмін? Жанардың көңіліне күдік кірді. Сенің ішіндегі бала кімнен болса да менікі емес, айт шыныңды. Қайдан білдің? Жанар кінәсін мойындап қойған өзі де байқамай қалды. Білдім. Сен ешқашан менен бала көтере алмайсың. Мен ешқашан әкелі бола алмаймын, деп Олжас басын ұстап орындыққа отыра кетті. Жанардың Олжасты өзіне қаратып алмақ арам ой болғанымен, осы сәтте аяныш сезімі оянып, өз ісі үшін қатты ұялды. Кешірші, Олжас, сені жақсы көргендіктен барып едім бұл қадамға. Енді көзіме көрінбе менің де Мәриямның да мазасын алма.
көз жасы бетін жуған Жанар үйіне қарай жөнелді. Үйіне келіп киімдерін жинап жолға жиналды. Анасына: «Апатай, қалаға барып жаңа өмір бастаймын. Елдің сөзіне қалып сізді жерге қараттым. Біреуге бұйырған бақты ешқашан тартып ала алмайды екенсің. Жарқындайды сізге қалдырам. Жаныңызда қолғанатыңыз болсын. Айлық алсам азық-түлік беріп жіберіп тұрам. Жарайды, өз өміріңнің қожасы өзің. Қателігіңді түсінгенің жақсы болған. Тек екінші сол қателігіңді қайталамай дұрыс жолмен жүр». Жанар тіке сөйлеуге дәті бармай Мәриямға хат жазып қалдырды. «Мәриям, мені кешір. Олжасты ұнатып, оны алдап өзіме қараттым. Аяғым ауыр дегенімде өтірік». Қателігін түсінген Олжас Мәриямның көңілін таба білді. Демалыс күндері қалаға барып бірге қыдырып жүрді. Мәриям қанша кешірдім десе де көңілінде үлкен реніш қалып қойған еді. Бірақ Олжастың артық қалған байқамай, керісінше өзіне құрақ ұшып жүргенін көріп, өкпе реніштің бәрін өткенін есіне қалдырды. Алла өзі кешіріп тұрғанда мен кіммін кешірмей оны деп Құдай қосқан қосағына өткенін бетіне басудан сақтанды. Қайта осы жағдай болмағанда Олжас Мәриямды осылай аялап бағасын білер ме еді? Бір жамандықтың артында бір жақсылық тұрады емес пе? Олжас қателеспесе екеуінің қарым-қатынастары дәл бұлай жақсы жағына өзгермеген болар еді. Бұрынғыдай бірін-бірі кінәлап, емделмей өмір бойы ренжісіп өтуі де мүмкін. Мәриям күйеуінің қолдауының арқасында жұмысында біраз жетістіктерге жетті. Олжастың да қызметі өсті. Екеуінің қайда барса да жұптары жазылмай, көрген жұрт қызғана да қарайтын болды. Арада 2 жыл өтті. Жалғасы бар.